басқа тілде оқыған адам дейді, түптің түбінде сол бөтен тілге қызмет етеді дейді. Бөтен тілге қызмет етеді. Өз ұлтына қызмет ете алмайды дейді. Сол қазір дәлелденіп отыр. Мұны орысша оқығандардың ішінде де әрине көңілдеріне келмесін. Ұлтжанды жігіттер бар шығар. Бірақ осылардың көбі бәленің бәрі осылардан шығады жаңа. Қазақ халқының басқа халықтарға қарағанда 5 кемшілігі. Бірінші, тілімізді құрметтемейміз. Қазақ бола тұра орысша сөйлейтіндер көп. Екіншіден, ащы болса да шындық, көр алмаушылық жақсы дамыған. Үшіншіден, көбісі атаққа қызығады. Жұмыс істеуге келгенде бәрі бастық, бәрі креслода отырғысы келеді. Төртіншіден, денсаулыққа қатты мән бермейміз. Ауруымыз әбден асқынған кезде ғана дәрігерге барамыз. Бесіншісі, өкінішке орай елімізге деген патриоттық сезіміміз төмен. Елімізді дамытудың орнына өз қара басымызды ойлап тұрамыз. Ал сен бұл пікірлермен келісесің бе? Комментке жаз.